Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдармандарым. Тұран Астана университеті ақпараттық технологиялар кафедрасы, пәннің атауы электр тізбектерінің теориясы. Мінекей алдарыңызда экранда пәннің атауы жазылып тұр. Электр тізбектерінің теориясы. Контурлы тоқтар әдісі. Бүгін осы пәнде екінші лекциямыз. Оның аты да мінекей сіздерге экранда көрініп тұр. Контурлы тоқтар әдісі. Осының алдында бірінші лекцияда Киргоф заңдары айтылды. Киргофтың бірінші заңы, екінші заңы, соған байланысты теория айтылды. Сонан кейін практикалық мысал қарастырылды. Матлапта есептің шешімін сіздерге көрсеткен. Ол бірінші лекцияда. Мынау енді соның жалғасы. Бірінші лекцияда айтқан едім, мына күрделі контурларда кернеу мен тоқты есептегенде бірнеше әдіс бар. Ол сол жаңағы Киргоф заңдарды тікелей қолдану әдісі. Одан кейін мінекей екінші әдіс контурлы тоқтар әдісі. Түйінді нүктелердегі потенциалдар әдісі деген бар. Сонан кейін метод наложения дейді. Тоқтардың біріне-бірі әсерлесу әдісі. Мінекей осы негізгі осы 3-4 әдісті мен сіздерге өзімнің лекцияларымда айтып беремін. Мынау мінекей екінші әдіс контурлы тоқтар әдісі. Енді мінекей көріп тұрсыздар, әдебиет сол бұрынғы мінекей Попов, основы теории цепей, Буртаев, Овсянников. Мынау Поповтың екінші, бұл басқа автор. Попов ВС деген теоретическая электротехника. Мынау менен негізі мынау Буртаев, Овсянниковпен оқимын. Содан кейін мынау екінші Поповпенен оқимын одан кейін. Мынау Зевеке, Йонкин, Нетушил, бұларда белгілі атақты авторлар. Сосын мінекей мынау Владыка, Уфаева. Міне негізгі әдебиет осы. Мынау енді Гендип, Рус, Есей, бұл кітапхана. Сіздер осы біздің пәнге байланысты көптеген кітаптарды осы электронды кітапханадан тегін түрде ала аласыздар. Мынау мінекей менің аты жөнім, лектор Жақатаев Тоқсан Айыпханович, мінекей менің аты жөнім. Мынау мінекей ғылыми атағым, мынау мінекей электронды адрес, мынау мобильді телефонның адресі. Енді мінекей бүгін бүгінгі материалды мынандай практикалық есептен бастаймыз. Қараңыздар, мінекей мынау бірнеше контурлы тізбек. Атап айтсақ, мінекей мынау бір контур, мынау екінші контур, мынау міне үшінші контур. Ал егерде мынау ең сыртқы контурмен жүріп отырсақ, ол мінекей төртінші контур болып шығады. Сонда мынау есеп жалпы айтқанда 4 контурлы есеп. Енді мынау мінекей тақырыпқа қарадыңыздар ғой, контурлы тоқтар әдісі дейді. Бұл контурлы тоқтар әдісінде мынандай бір амал, прием жасалады. Былай деп есептелінеді. Мысалға айталық, мынау бірінші контур болса, мына жерде мінекей жазылып тұрған I11 деген, I11, осы бірінші контурда өтетін тоқ деп есептейді. Мынау I11 бірінші контурда өтетін тоқ. Яғни мынау бірінші контурда мынау былай
сағаттың тілі жүретін бағыт бойынша осы И11 деген осы бір ғана ток өтеді деп есептелінеді. Допущение дейді енді. Орыс тілінде допущение дейді. Допущение деген сөз біз әлгі солай деп есептейміз. Солай деп қабылдаймыз деген сөз келеді. Мына жерде бірінші контурда осы И11 деген тек осы бір ғана ток бар деп қабылдаймыз. Мынау екінші контурда көріп тұрсыздар ғой, мінекей. Мынау стрелкамен көрсеткен И22. И22 бұл осы контурный ток, осы контурлы ток. Бұл екінші контурда өтіп жатқан контурный ток деп есептейміз, қабылдаймыз. Орысша айтқанда принимаем. Яғни шын мәнінде бұл жерде мінекей мынау И1 деген ток, И2 деген ток, мынау жерде И5 деген ток тағы қайда кетті. Мына жерде И3, мына жерде И4, мына жерде И6. Осындай реальный токтар, реальный деген сөз шын мәнінде деген сөз. Шын мәніндегі реальный токтар мыналар мінекей. И1, И2, И5, И3 мінекей мына жердегі. Ал мынау неге әдейі контурный ток деп атаған? Контурный ток деген сөзіміз мынау И11, И22, мынау И33, бұлар жаңағы реальный ток болмаса да, мынау есепті шешу үшін әрбір контурда осындай өзінің жекеленген контурный тоғы бар деп, біз солай есептейміз, солай қабылдаймыз. Яғни, былайша айтқанда, ептеп анау орысша терминдерді қолданатын болсақ, получается, как будто это не настоящий ток. Вот этот И11, И12, И33, как будто это не настоящий ток, контурлы ток. Ал бірақ ол контурлы ток кейін көресіздер, мына есепті шешуге жеңілдетеді. Ол одан кейін, жаңа айттық қой енді, не настоящий ток деп. Одан кейін осы контурный токтарды тауып алғаннан кейін, мінекей И11, И22, И33. Осы контурный токтарды тауып алғаннан кейін жекеленген токтар, реальный токтар, настоящий токтар. Мынау И1, И2, И5, И3, олар осы контурный ток арқылы анықталады. Мінекей мына жерде жазылған. Мысалға И1, мынау реальный ток. И1 реальный ток, настоящий ток. Мынау И11 арқылы табылады. И2 минус И22, И6, И33. Ал мынау И5-ті қараңыздар. И5 мынау жердегі 5-ші ток, ол әлгі реальный ток, настоящий ток. А мына жердегі И11, И22 олар контурлы токтар. Ал біз алдында айттық, әуелі контурный токты тауып алғаннан кейін, сосын солар арқылы реальный настоящий ток табылады деп айттық. Мінекей сонда И5 мынау былай табылады, екеуінің айырмасы ретінде. И3 мынау екеуінің айырмасы ретінде табылады, И4 мынау екеуінің айырмасы ретінде табылады. Яғни, егерде біз осы контурлы токтар әдісі бойынша, осы контурлы токтарды есептеп алсақ, одан кейін солар арқылы, солардың негізінде, мынау жекеленген шын мәніндегі реальный настоящий токтар, оларды табу оңай. Мінекей бірінші формула соны көрсетіп тұр. Енді мына жерде мінекей қараңыздар. Алдында мына суретті мінекей көрдіңіздер. Мінекей мынау 1, 3, 2, 1 деген контур. Осы жерде 1, 3, 2, 1. Мінекей қарайық. 1, 3, 2, 1. Қараңыздар. 1, 3, 2, 1. Яғни мына контур ғой. Мына контур. Осы контурды жүріп өткенде, мына қараңыздар, Е1 плюс таңбамен тұрса, мына жерде Е3 минус таңбамен тұр. Мінекей, 1, 3, 2, 1 деген контурды жүріп өткенде, мынау Е11, бұл контурлық едігес деп аталады. Контурлық электр қозғалғыш күші. Яғни ол мынау Е1, Е3 олар әлгі реальный, настоящий шын нелер ғой, ЕКК.
EKQ дегеніміз электр қозғалғыш күш. EKQ. Мынау реальный настоящий, а мынау контурный. Сонда қарап отырсыздар, мына жерде мінекей мынау контур бойынша жүріп өткенде өзінің бойында қаншама EDS кездесті, соның бәрін жазып шығу керек. Мінекей E11 тең E1 минус E3. Енді қараңыздар, 1, 4, 3, 1 деген контурды қарайық. 1, 4, 3, 1. Мінекей 1, 4, 3, 1. Мінекей 1, міне. Бірден бастадық қой, мінекей 1, мінекей былай келдік, 4, 3, 1. Бұл жерде қандай EDS-тар? 2E қарама қарсы тұр. 2 EDS тұр, екеуі де қарама қарсы тұр. Мінекей E2 тұр, E4 тұр. Мінекей көрдіңіздер ғой, E2 мен E4 таңбасы минус болып жазылады. Өйткені олар анау контурды жүріп өткенде, әлгі по часовой стрелке дейді, сағаттың тілінің жүрісі бойынша. Сонда по часовой стрелке бұлар қарама-қарсы бағытта кездесіп тұр. Сондықтан бұл екі EDS, мынау E22 контурный EDS тең болады минус E2, минус E4. Яғни біз осы контурлы тоқтар әдісіменен есепті шығару үшін контурлы тоқтарды анықтау керек. Мінекей, олар мынау мінекей I11, I22, I33, мінекей осылар. Сонан кейін контурный EDS-тарды есептеу керек. Контурный енді электродвижущие сила EDS енді орысша атауы, ал EKQ электр қозғалғыш күш, ол қазақша атауы. Мінекей. Енді сіздер енді әлгі талай пәнді оқыған университеттің студенттері болғаннан кейін сіздерге қай тілде айтсам да бәрібір. EDS деп айтсам да, электр қозғалғыш күш, EKQ деп айтсам да бәрібір. Так, енді мынау 2, 3, 4, 2 деген контурда, E33, ол контурный EDS. Контурный EDS тең мінекей мынау E3, E4, E6. E3, E4, E6. Суретке қараймыз мінекей. E3 қайда? Мінекей E3 тұр міне. E4, E6. E3, E4, E6. Ол мінекей мына контур. Үшінші контур I33-те. Үшеуінің де қосындысы болып шығады, дұрыс. Дұрыс, үшеуінің де қосындысы. Мінекей осыменен біз контурлы тоқтарды анықтадық. Сосын контурный EDS-ті анықтадық. Енді контурный кедергіні анықтау керек. Контурный кедергілерді анықтау оңай. Ол енді сол контурда өзі әлгі контурдың бойымен жүріп отқанда қаншама кедергі кездеседі. Мінекей R1, R3, R5, R2, міне R22 тең R2, R4, R5, R33 тең R3, R4, R6, ол енді оңай. Мінекей R33-ті қарап шығайық. R33, міне суретке келейік. Мінекей R33, мына үшінші контур. Қараңыздар. Міне R3, R4, R5. Мінекей R3, R4, R5. Қараймыз, мінекей. R3, R4, қайда кетті ол? R3, R4, R6. Мынау 6 екен ғой, мінекей. R3, R4, R6. Мінекей. R3, R4, R6. Мінекей өстіп контурлық кедергілерді есептеу оңай. Контурлық кедергілерді есептегенде солар арқылы жай кедергілер мінекей былайша табылады. Міне. R12, R21, R5, R13, R31, R3, R23, R32, R4. Енді мынау теңдеу, мінекей, қазір сіздерге көрсетейін, мінекей, мынау мен көрдіңіздер ғой, қазір мінекей, мына ені басқанда, мына мышкамен басқанда выделяйся етті. Осы выделяйся еткеніміз не дейсіздер ғой? Бұл жаңағы контурный тоқтар менен контурный EDS-тер арқылы жазылған Кирхофтың екінші заңы. Өйткені өткен жолғы бірінші лекцияда сіздерге мен айттым. Кирхофтың өзі екі заңы бар. Бірінші заңы бойынша бір нүктеде түйіндердің тоғының балансын есептейді.
бір нүктеде. Тоқтар, тек қана тоқтардың. Сумма токов, векторный сумма токов равна нулю дейді. Ол Киргофтың бірінші заңы. Киргофтың екінші заңында былай деп айтылады. Мына теңдеудің сол жағында мынау сол контурда тұрған ЕДС тұрады, ЕДС. Ал мынау теңдеудің оң жағында сол контур бойынша жүріп өткенде қаншама элемент тұр, қаншама кедергі тұр. Солардың бойындағы кернеу. Кернеудің өзгерісі. Падение напряжения деп атайды орысша. Мінекей, сонда Киргофтың екінші заңы бойынша, мінекей, мынау үш теңдеу сол бойынша жазылған. Мінекей, Е11-ге, Е22-ге, Е33-ге арналған. Мінекей, бұл осы контурлы тоқтар бойынша осындай күрделі контурлы есептерді шығару әдісінің жалпы теориясы. Мінекей, мынау сіздерге қазір мен мынау мышкаменен выделять етіп қойған осы үш теңдеу соның көрінісі, соны сипаттап тұр. Мінекей, контурлы тоқтар әдісі бойынша жазылған Киргофтың екінші заңы. Міне, теорияның негізі осы. Енді осы контурлы тоқтар әдісінің теориясы осы. Мінекей, осындай теңдеулерменен өрнектеледі, осындай теңдеулерменен сипатталады. Енді осы теорияға байланысты бір есептің шығаруын қарайық. Мінекей, алдарыңызда мінекей есеп тұр. Енді ол былай. Енді құрметті студенттер, құрметті магистранттар, құрметті докторанттар, менің лекциям тыңдап отырған. Мен енді кейбір кезде мысалға экраннан көрсеткен материалды егжей-тегжей созып тұрып оқи алмаймын. Себебі уақыт шектеулі. Сондықтан кейбір кезде былай әлгі жылдам тез айтып кетті деп ойламаңыздар. Себебі өздеріңіз осы видео лекцияларды жеке тыңдағанда әрбір түсінбей қалған жерлеріңізді мынау видео лекцияны тоқтатып қойып тұрып, қайта тыңдай аласыздар. Просмотр записи с повторением дейді ғой, тоқтап қойып, қайта тыңдай аласыздар. Ол бір. Екіншіден, анау сіздерге мен әрбір лекцияның басында мынандай лекцияның тақырыбын айтам, одан кейін мынау әдебиетті айтам. Ол тегін айтылмайды. Сіздер анау өздеріңіз мысалғы осындай видео лекцияны тыңдағаннан кейін қосымша сабақ қайтсе де керек, обязательно керек. Қосымша үйде жұмыс істеу. Самостоятельная работа дейді ғой. Сонда сіздер анау өздеріңіз былай түсінбей қалған, ұқпай қалған жерлеріңіз болса, өздеріңіз жаңағы осы видео лекцияны қайта әрбір жерін тоқтатып қойып, қайта тыңдап, сонан кейін жаңағы кітаптар бойынша өздеріңіз қосымша жұмыс істейсіздер. Сонда ғана материал толық көлемде меңгеріледі. Ал былай әлгі сөйтіп қосымша оқып, қосымша разбирать етіп, талдап, жұмыс істеп, сонда ғана материал толық көлемде анау түсінікті болады. Қазақтар айтады ғой, ойға миға қонады деп. Қосымша жұмыс керек, қысқасын айтқанда. Ал ондай қосымша жұмыс болмайынша не нәрсені былай аяғына дейін, әлгі түбіне дейін толық түсіну өте қиын. Сондықтан мінекей мынау есеп алдарыңызда тұр. Мен әлгі егжей-тегжейін оқып жатпаймын. Өздеріңіз кейін осы нені видеоны тоқтатып қойып тұрып оқып аласыздар. Мінекей осы есепті шығару керек. Ол есептің несі, суреті мынау. Мінекей көріп тұрсыздар ғой, енді жаңа қарапайымдау есеу, екі-ақ контур бар. Мына жерде мінекей И11 ол бірінші контурлы тоқ, И22 екінші контурлы тоқ. Мынау мінекей үш кедергі бар екен. ЕДС нешеу? ЕДС екеу, сосын түйінді нүкте нешеу? 1, 2, 3. Мінекей осы есеп.
Енді осы есептің шешімі. Мына жерде мінекей қарап тұрсыздар ғой, әуелі мінекей Е11. Е11 дегеніңіз не? Е11 мына бірінші контурдағы не? Контурлы едиес мінекей. Ол аяғында 1 вольт болып шықты. Екінші контурдағы контурлы едиес ол 14 вольт болып шықты. Мынау Е11 бірінші контурдағы кедергі 5 Ом болып шықты. Е22 екінші контурдағы жалпы кедергі 8 Ом болып шықты. Мынау жеке кернеулер мінекей мынау 2 Ом болып шықты. Мынау мінекей көрсетем сіздерге, міне выделять етіп қойдым. Ол жаңа мен сіздерге айтқан осы мінекей мына жерде көрсеттім ғой мінекей. Осы контурлы тоқтар әдісінің теориясы деп мінекей мына теңдеуде. Мынау осы есепке міне осы контурлы тоқтардың теориясы бойынша Кирхофтың екінші заңы. Бірақ екінші заңы жаңағы жай кернеу, жай тоқ емес, контурлы тоқпенен контурлы кернеуге арналып жазылған теңдеулер жүйесі. Енді қарап отырсыздар, неше теңдеу шықты? 2-ақ теңдеу, 2 теңдеу, белгісіз нешеу, белгісіз 2. Енді сіздер білесіздер, математикалық теория бойынша, егерде теңдеу 1 болып, белгісіз 1 болса, ол шешіледі. Теңдеу 2 болып, белгісіз 2 болса, ол да шешіледі. Теңдеу 3 болып, белгісіз 3 болса, ол да шешіледі. Теңдеу 100 болып, белгісіз 100 болса, ол да шешіледі. Сол сияқты, осы ойда түйіндеп айтсақ, кез келген сызықты n белгісіз сызы бар, n теңдеу, олар шешіледі. Мінекей, мына осы теңдеудің басты маңызды анықтаушы, олар мінекей мынау кедергілер арқылы жазылған, главный определитель деп атайды. Так. Так. Мына жерде 2 рет жазылып кетіп қой. Аны алып тастайын жарайды. Так. Міне енді. Мынау міне негізгі анықтауыш. Мынау мінекей дельта 1 бірінші қосымша анықтауыш. Көріп тұрсыздар ғой, мінекей, мына жерде Е11, Е21-дің орнына едиесті жазған міне. Мынау бірінші қосымша анықтауыш, мынау астында екінші қосымша анықтауыш. Екінші қосымша анықтауышта мына жердегі Е12, Е23-дің орнына едиесті қойып қояды. Енді ол сызықты теңдеулердің теориясын, сызықты теңдеулердің жалпы теориясын мен сіздерге осы сабақта бір орта тұсында өзім жеке оқимын. Бір лекция сіздерге оқып берем. Бір мүмкін 2 лекция орын алатын шығар. Осындай сызықты теңдеулердің шешетін, анықтауыш арқылы шешетін жалпы теориясын оны жеке оқып берем. Мінекей осыдан И11 табылады, дельта 1 бөлінген дельта И22 табылады. 1 ампер, 2 ампер шықты. Осыдан анау жеке контурлы тоқ емес, жеке әлгі ветвь дейді, енді ветка дейді. Сонда қазақша айтқанда тармақ қой, жеке контурдағы тармақтағы жекеленген тоқтар жаңағы контурлы тоқтар арқылы табылады. Мінекей. И1 табылды, И2 табылды, И3 табылды. Осымен шешім бітті. Енді мен сіздерге бағана айттым ғой, мен әрбір оқыған материалымды өзім кітаптарды айтып отырам. Мінекей сол мына жаңағы Буртаевтың кітабында, одан кейін әлгі осы есептің, әрбір есепті шешіп болғанда, оны қосымша тексерудің, сол табылған шешім дұрыс па, дұрыс емес па, соның қосымша бір әдісі бар. Ол жаңағы баланс мощности дейді. Қуаттың балансын есептеу әдісі. Мінекей, оны енді сол кітапта жазылған, бұл жерде оған айтуға уақыт жоқ. Әрбір есеп шығарғанда, жаңа қуаттың балансын қосымша есептеп, сол баланс мощности дейді. Расчет или подсчет баланса мощности дейді. Сол бойынша қосымша тексеруге болады. Сосын контрольный сұрақтар бар.
мінекей ол да сол кітапта мына жерде мен қысқаша ғана сіздерге көрсетіп жатырмын. Контрольный сұрақтар бәрі бар. Енді мен сіздерге айтайын дегенім, жаңағы контурлы тоқтардың әдісі бойынша анау өткен жолғы бірінші лекцияда, ол мына сіздер, мен осы бірінші лекцияны осы өзім қазір жұмыс істеп жатқан Тау Тұран Астана университетінің сайтында да бар, және YouTube-тағы сайтында да сақ қойдым, YouTube-та өзімнің каналымда. Бірінші лекцияны сақ қойғам. Сонда мінекей біз мынау есепті сонда бірінші лекцияда біз шығардық бірінші әдіспен ғана. Ол бірінші әдіс жаңағы Киргофтың бірінші, екінші заңын тікелей қолдану әдісі деп аталады. Тікелей қолдану әдісі бойынша осы есепті жаңағы бірінші лекцияда мен сіздерге толық шешімін көрсеттім. Ең аяғы анау матлабта программада жазылды. Матлабтағы программа жазып, сол бойынша анықтауышты есептеп, сол бірінші әдіспен көрсеттім. Енді бүгін сол жолғы есеп, мынау есепке қайтадан қайтып келдім. Себебі бүгін тура сол есепті екінші әдіспен көрсетемін. Мінекей метод контурных токов деп аталады. Сонда бұл контурный токтың әдісі, мінекей мына жерде айтылған, көріп тұрсыздар ма, мінекей жалпы мынау теңдеулер саны мыншаға мынандай шамаға азаяды екен. Егерде анау жалпы метод бойынша мынау м теңдеу болса, мына жерде мінекей m минус n минус 1 осыншама рет азаяды. Енді өздеріңіз білесіздер ғой, мысалға айталық, 10 теңдеудің орнына 7 теңдеу шығарған оңай, 7 теңдеудің орнына 4 теңдеу шығарған оңай, 4 теңдеудің орнына 2 теңдеу шығарған оңай. Сондықтан мынау контурлы тоқтардың әдісі, мынау әлгі Киргоф заңын тікелей қолданғаннан гөрі теңдеулер санын азайтып береді екен. Сонысыменен тиімді екен. Жарайды, айттық қой енді, мынау осы есепті қайтадан шығарамыз екінші әдіспенен, контурлы тоқтар әдісімен деп. Мінекей қараңыздар, мына жерде Ж1 мына контурдағы тоқ, көріп тұрсыздар. Мынау Ж2 мына контурдағы тоқ, мынау Ж3 мына контурдағы тоқ. Міне кедергілер мұнда тұр, мінекей Е1, Е3, Е4, міне Е1, Е2, Е3, Е4, Е5 кедергілер тұр. Кернеудің тоқ көздері мінекей Е1, Е2 қайда? Міне тұр. Е1 бар екен, Е3 бар екен, Е4 бар екен. Үш тоқтың көзі тұр, едігестің көзі, барлығы тұр енді. Міне осы есептің берілгендері. Мына жерде тұр. Енді жаңа айттым ғой мен, бұл жерде мен анау әрбір текстіні мәтінді ежелеп, сөзбе-сөз ежелеп оқуға оған уақыт жоқ. Өздеріңіз мінекей экранда тұр, тоқтатып тұрып, видеоны өздеріңіз кейін көріп арасыздар. Енді мінекей осы есептің жаңағы несі? Мінекей мынау жаңағы контурлы тоқтар әдісі бойынша, соның теориясы бойынша, мінекей мынау бірінші контурға тұр. Қайда кетті? Бірінші. Мынау міне бірінші контурға арналған Киргофтың екінші заңы. Көрмейсіздер ғой, көрдіңіздер ғой, мына жерде Ж1 тұр. Ж1 мінекей бірінші контурлы тоқ тұр. Мына жерде мінекей екінші контурлы тоқ тұр. Екінші контурлы тоқ. Мына жерде мынау мынау Е2-нің бойынан, мінекей ерекше көрсетем, қараңыздар. Мынау Е2-нің бойынан мына Ж1 өтеді, былай қарай. Ж2 де өтеді, былай қарай. Сонда мінекей мына жерде Ж1 тұрса, мына жерде Ж2 тұр. Мынау екінші контурда тұрыңызда мінекей Ж1 өтті, Ж2 өтті, Ж1 өтеді, сосын Ж3 өтеді. Қарайық, міне екінші контурда міне Ж1 өтті, одан кейін Ж2 өтеді, одан кейін мына жерде мінекей Ж3 өтеді, екінші контурда. Сонда екінші контурда мінекей 3 контурлы тоқ үшеуі де тұр. Мынау мінекей
Үшінші контур, міне, үшінші контур, мынау соның несі. Мынау формула бойынша жазылғаны, мынау цифрларын қойғанда. Қысқасын айтқанда, мына жерде контурлы тоқтар әдісіменен есептегенде, мына жерде теңдеулердің саны үшеу болады, белгісіз үшеу. Теңдеулердің саны үшеу, белгісіз үшеу. Контурлы тоқтардың әдісіменен. Ал енді мен сіздерге ерінбей бірінші лекцияға барайын, қазір көрсетейін. Мінекей біз бірінші лекцияда осы есепті, міне, Кирговтың заңдарын тікелей қолданып есептегенде, қараңыздар, тура жаңағы есеп. Теңдеулер саны бесеу болған, белгісіз бесеу болған. Мінекей, көріп тұрсыздар. Бірінші лекцияда Кирговтың екінші заңы бойынша есептегенде теңдеулер саны бесеу болды, белгісіз бесеу болды. А мына жерде, мінекей, мына жерде теңдеулердің саны үшеу, белгісіз үшеу. Яғни бағанағы айтқан ой тура келіп тұр. Контурлы тоқтарды әдісін қолданғанда теңдеулер саны азаяды, белгісіздердің саны ол да азаяды. Енді мынау осы есептің мінекей мынау шешімі анықтауыш арқылы. Бұл жерде мен енді анықтауыш арқылы сіздерге бұрын бірнеше есепті көрсеткем. Сосын мына жерде енді мен оны ежелеп тұрмаймын. Сіздерге былай жалпы көрсетіп қана өтемін. Мінекей мынау бірінші контурлы тоқ. Жаңағы есептің берілгендерімен, мінекей мынау есептің берілгендері. Осы есептің берілгендеріменен бірінші контурлы тоқ мінекей осылай есептелінеді. Мінекей 8 ампер шығады. Екінші контурлы тоқ мынау былай есептелінеді. Үшінші контурлы тоқ былай есептелінеді. Аяғында мінекей контурлы тоқтар арқылы әлгі айттық қой, жекеленген реальный дедік, настоящий дедік. Жекеленген нағыз шынайы реальный настоящий тоқтар былай контурлы тоқтар арқылы анықталады. Мінекей I1 тең 8 ампер, I2 тең мінекей 8 алынған 4 ампер шықты. Содан кейін ары қарай I1, I2, содан кейін үшінші тоқта осылай табылады. Так. Үшінші тоқ қайда кетіп қалды? I1. Өстіп, жаңағы жекеленген I1, I2, I3, I4, I5, 5 тоқта табылады. Енді мен айта кетейін, осыны мен қай кітаптан сіздерге айтып отырмын. Мынау мынау есептер, Владыка деген автор бар. Қазір мына менде кітаптар тізімінде бар ма екен? Владыка деген автор. Міне тұр, мінекей, қараңыздар. Мынау Владыка, мінекей. Владыка, автор, 6-шы, мінекей. Сборник задач по теоретической электротехнике, Минск 2013 жылы шыққан. Өте тамаша мықты бір кітап. Осы Владыка, осы кітап бойынша мен осы есепті, жаңағы сіздерге мысал ретінде мынау есепті мен сол кітаптан алып отырмын. Сондықтан мына жерде бір әлгі қалып қойған бір жерлері болса, сол кітаптан өздеріңіз оқып аласыздар. Ол кітапты қайдан алатындарыңызды мен сіздерге талай рет айттым. Енді мен мына бүгінгі екінші лекцияның соңында бір айтып кететін бір мынандай мәселе бар. Алдында лекцияны бастағанда сіздерге айтып едім ғой, анау күрделі контурларды есептегенде бірнеше әдіс бар деп. Жалпы жаңағы Кирговтың заңдарын тікелей қолдану әдісі, ол бірінші әдіс.
екінші әдіс бүгінгі мен айтқан сіздерге контурлы токтар әдісі. И сосын мынау үшінші әдіс метод узловых потенциалов. Түйінді потенциалдар әдісі. Бұл үшінші әдіс. Содан кейін үшінші әдіс. Содан кейін төртінші әдіс, ол жаңағы метод наложения деп аталады. Тоқтардың біріне-бірі тоқтардың қабаттасу әдісі. Мен солай деп аудардым енді. Метод наложения токов дейді. Анау орыс әдебиетінде метод наложения токов әдісі, ол төртінші әдіс. Соны тоқтардың қабаттасу әдісі. Оны мен енді келесі жолғы лекцияда сіздерге айтам. Мынау метод узловых потенциаловты да келесі жолғы лекцияда айтам. Сосын тоқтардың қабаттасу әдісі. Оны да келесі жол айтам. Ал бүгін тек қана айта кетейін дегенім, мынау метод узловых потенциалов бойынша жаңағы мен айтып отырмын ғой, мына есепті Владыканың кітабынан алдым деп. Сол Владыканың кітабында осы есептің соңында жаңағы осы есепті, мынау есепті, қай есеп дейсіздер ғой, мынау есеп. Мынау есепті мінекей метод узловых потенциалов сонымен де шығарып кетеді. Мен соны сіздерге әлгі метод потенциаловты мен келесі жол айтам, оның теориясын бөлек айтам, әлгі айтады ғой, асықпай, баппен бәрін түсіндіріп берем. Бірақ бүгін мен әлгі айтады ғой енді қазақтар, үстіртін дейді ғой енді, үстіртін, мынау тез былай үстіртін бір таныстырып өтейін. Келесі жолы тағы дұрыстап толық және кең айтам. Үстіртін таныстырып өткенде мінекей осы кітапта жаңағы есеп метод узловых потенциалов сонымен де шешілген. Мынау соның теңдеуі мінекей. Жаңағы суреттегі теңдеу мінекей. Бұл жерде мынау фи-а, фи-б деп тұр ғой. Бұл екі нүктедегі потенциал. Мінекей көрсетейінші. Мінекей мынау фи-а, мінекей. Фи-а мына нүктедегі потенциал, фи-а. Фи-б мына нүктедегі потенциал. Ал мынау с нүктедегі потенциалды нөл деп алған. С нүктедегі потенциалды нөл деп алған. Соныменен потенциал әдісіменен шешкенде, мына қызықты қараңыздар. Потенциал әдісімен шешкенде теңдеулердің саны тағы біреуге азаяды екен. Көрдіңіздер ме, қандай қызық? Анау бірінші әдіспен шешкенде, ол өткен жолғы лекция, бірінші лекция, онда бірінші әдіспен шешкенде теңдеулер саны 5 болды, белгісіз 5 болды. Одан кейін жаңағы контурлы токтардың әдісімен шешкенде теңдеулердің саны 3 болды, белгісіз ол да 3 болды. Ал енді мына қызықты қараңыздар, потенциалдар, метод узловых потенциалдар, түйінді потенциалдар әдісімен шешкенде, одан да азаяды, 3 емес 2 теңдеу шығады. Міне. Мынау сол түйінді потенциалдар әдісімен жазғанда теңдеулердің саны 2 болып шықты. Енді әрі қарай түсініп отырсыздар ғой, мына жерде 2 теңдеу белгісіз 2, фи-а, фи-б. Осы 2 теңдеу белгісіз 2, ол енді математикалық теория. Теңдеу 2 болса, белгісіз 2 болса, одан жаңағы 2 белгісі анықталады. Сонда мінекей осыдан мінекей осы 2 теңдеуді шығарып, фи-а 48 вольт, фи-б 20 вольт деп тауып аламыз. Одан кейін не істейміз? Одан кейін мінекей жаңағы потенциалдарды тауып алғаннан кейін мына тоқтарды есептеу оңай. Мінекей I1-ді тоқты есептеген, қараңыздар мінекей I1, I2 тоқты есептеген, мінекей көрініп тұр сіздерге. I3 деген тоқты есептеген, I4 деген тоқты есептеген, I5 деген тоқты есептеген. Сонда мінекей 3 әдіспенен шығарған нәтиже бірдей. Бірінші тоқ, анау өткен жолғы лекцияда мен сіздерге матлап бірінші лекция ол. Мына теория электрических цепей. ТЭЦ дейміз ғой енді біз орысша, шақ әріппен айтамыз, ТЭЦ деп. ТЭЦ дегеніміз жаңағы теория электрических цепей. Қазақша электр тізбектерінің теориясы. Сонда қазақша ЭТТ болады, ЭТТ. Электр тізбектерінің теориясы. Мінекей, сонда 3 әдіспен де шығарғанда тоқтардың нәтижесі бірдей болып шығады. Бірінші, екінші жолда да мынау 8 ампер, мынау 4 ампер, мынау 4 ампер, мынау 6 ампер, мынау 10 ампер. Мінекей, осы жерде мен екінші лекциямды тәмамдаймын, аяқтаймын.
Өйткені мынау әрбір лекцияның өзінің стандарт берген уақыты болады. Ең тиімді, ең оптимальный вариант бойынша мынау электронды лекцияларға 40 минут деп есептелінеді. 40 минут. Осы ең оптимальный тиімді вариант деп. Сондықтан мінекей құрметті тыңдармандар, құрметті студенттер, құрметті магистранттар, құрметті докторанттар, мен бүгін мінекей осы нәтижеменен бүгінгі лекциямды аяқтаймын. Сіздерге мына білімді меңгеру, білімді игеру, ғылымды меңгеру, ғылымды игеру жолында үлкен жетістіктер, табыстар тілеймін. Аман есен, сау, жақсы бола беріңіздер. Сау болыңыздар. Келесі лекцияда кездескенше.